Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Бұл видеолар маған күндіз келген WhatsApp-тан. Үйдегілер фотоға, видеоға түсіріп жіберіп жатыр. Соны сіздерге диктофонмен айтып жатырмын. Бізде қазіргі кеше ғана алып келген ламан бұраған тауықтары жұмыртқа туып жатыр, Аллаға шүкір. Өткенде 7-8, кейде 6 жұмыртқа алып жүрдік. Қазір күніне 10 жұмыртқа алады екен. Бүгіннен бастап 10 жұмыртқа алған. Кеше 10 жұмыртқа, бүгін 10 жұмыртқа алған екен. Барлығы жақсы, нормаль, ойдағыдай. Сіздерге кішігірім өтініш, біздің каналға жазылып, лайктарыңызды басып өтсеңіздер өте күшті болатын еді. Видеолардың барлығын ретке кіргізсек. Бізде қаралым саны аз болғандықтан, және де біздің каналға тіркелмей көретін адамдарымыз көп екен. Тіркеліп қарайтын адамдар аз екен саны, соны кішкене көбейтіп жіберсек жақсы болатын еді. Содан кейін тауық туралы сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздерге кезекпен келсек, барлықтарыңызға жауап беріп отырамын. Қандай мәселеде мазалап жүр, соның барлығын жазыңыздар. Видеоның астына барлығына сіздерге жауап беремін. Бұйыртса алдағы уақытта тағы да Аділер әтешімен Аділер тауықтарын алып келетін боламыз. Әзірге айтатын сіздерге жаңалық жоқ. Жаңалық осы. Көріп отырсыздар, енді ішіне шөп тастап жатыр. Қораны тазалаған көрінбейді. Күнде шөп әкеліп тастап жатыр. Әзірге осы видео. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Міндетті түрде лайк, комментарияны жазып кетсеңіздер, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақындарыңызбен, туыстарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар, видеоларды жіберіп.